3 дана жұмыртқадан осылай өте керемет шығатын дәмді тортымызды бірге жасаймыз. Жұмсақ ауызда еритін болып шығады. Ал ендеше жұмысымызды бастаймыз. Ол үшін бізге 3 дана жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Және де қантымызды саламыз. Миксерлейміз. 2-3 есе ұлғайғанша, аппақ көбікті болғанша миксерлеп аламыз. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Неке осылай массамыз бізде ұлғаяды. Ал енді кішкене сұйық майымызды қосып миксерлейміз. Келесі дәл сол мөлшерде жылы сүтімізді қосамыз. Ал енді електен өткізілген ұнымызды 2 бөлікке бөліп қосамыз, және де шай қасықпен қамыр қопсытқышын қосамыз. Массамызды миксерлейміз. Ұнымыздың екінші бөлігін саламыз. Түйіршіктерін қалдырмай біркелкі етіп осылай миксермен араластырып аламыз. Неке бізде массамыз дайын. Ал енді 30-30 диаметрімізге бисквитімізді пісіріп аламыз. Пергамент қағазын төсеп, осылай біркелкі болғанша шеттерін тегістеп аламыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста пісіріп аламыз. Неке бізде пісіп шықты. Енді бисквитімізді толықтай суытамыз. Кремімізді жасап аламыз. Салқын сливкемізді құямыз, және де қант ұнтағымен бірге миксермен қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Неке бізде креміміз қоюланды. Қою крем шығу үшін творожный сыр қоссаңыздар болады. Бисквитімізді тең ортасынан бөліп 2 бөлікке бөлеміз. Және де дайындап алған кремімізді арасына жағып аламыз. Екінші бөлігін үстінен қоямыз, және де кремімізді жағып аламыз. Алдымен үстіне, содан кейін шет-шеттеріне жағып шығамыз. Кемінде 5-6 сағатқа қойып қоямыз. Салқын жерге 5-6 сағатқа қоямыз. Ал енді пропитка болғаннан соң шет-шетіне тағы да кішкене кремдерін жағып толықтырып шықтым. Және де осы түбіне крошкаларынан осылай үгітіп аламыз. Және де шет-шетіне осылай жабыстырып шықтым. Қазақстан шоколадын ерітіп алып, осылай шоколадпен үстіңгі жағын сәндейміз. Осылай сетка жасап шықтым. Қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Ал енді қалған кремімізбен осылай сәндеп шығамыз. Өте оңай жасалатын, оңай торттардың бірі. Жасап көріңіздер. Лайк басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Және де үстінен майдаланған фисташкиді салып, әсемдеп шықтым. Ал енді тортымыз дайын болды. Сіздерге кесіп көрсетемін. Өте нәзік, жұмсақ, ауызда еритін бисквитті тортымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын.